кардиганға ремень тоқығыңыз келсе, мына сияқты тоқылуы өте оңай, ремень тоқып алсаңыздар болады. Спицаға өзіңізге керекті мөлшерде петля санын тізіп аласыздар. Енді қараңыздар, міне біріншісін іліп алдым тоқымай. Оң петляны тоқымай іліп аламыз да, теріс петляны тоқимыз. Оң петляны тоқымай іліп аламыз, теріс петляны тоқимыз. Болды, еш қиыны жоқ. Осылай өзіңізге керекті ұзындықты тоқып аласыз. Сонда біздің ременіміз мына сияқты, міне оның екі жағында двойной ремень шығады.